Бүгінгі сабағымыз 15-ші сабақ әд-дарсул хамису ашар. 15-ші сабақ фил бейти, үйдің ішінде. Еске салып кетейін, әрбір сабақтың астында бізде описанияда кітапқа ссылка болады. Сол ссылка бойынша кітапты жүктеп, осы кітаппен қайталап оқып отырсаңыздар болады. Жалпы біздің мақсатымыз араб тілінде бастауыштарға сөйлеу, тез сөйлеп үйреніп кету. Қағидаға біз аз тоқталамыз. Негізінде кішкене негізгі қағидаларды айтып өтеміз, бірақ негізгі басқа плейлистерде біздерде қайталайтын қағидалар бойынша сабақтар болады. Фил бейти, үйдің ішінде. Лил бейти мәдхалун уасиун, үйде кең кіреберіс бар. Мәдхал деген кіреберіс, уасиун кең. Лил бейти, бұл жерде бүгін ләмді өтеміз, харф жар ләм. Бұл иелік ететін ләм. Мысалы, әл-бейт үй. Лил бейти десек, үйдікі, үйдің деген мағына шығады. Мысалы, лил бейти. Мысалы, Мұхаммадтікі дейтін болсақ, ли Мұхаммадин, ли Алийин, Алидікі, ли Бәкрин, Бәкірдікі, лил бейти, үйдікі, лил мәшиді, мешіттікі. Дәл сол ләмді қосқан кезде иелік етіп кетеді. Лил бейти мәдхалун уасиун, үйде кең кіреберіс бар. Алал ямини худжратун ноум, оң жағында ұйықтайтын бөлме бар. Худжратун ноум, спальня, оны өткен болатымыз. Ал ямин, оң жақта. Вал хаммаму ва дауратун мия, және хаммам, яғни ванна, жуынатын бөлме, ва дауратун мия, ол жаңағыдай әжетхана, туалетті айтады. Ва алал ясари әл-мәдбаху, яғни сол жағында кухня, ас бөлмесі бар. Яғни бұл жерде әл-ямин, оң жағында, әл-ясару, сол жағында, сол жақ деген сөз. Ва худжрату таам, және тамақ ішетін бөлме, яғни оларда әл-мәдбах, кухня, тамақ дайындайтын жер, және худжрату таам, тамақ ішетін бөлме бөлек. Ол айтқанда гостиная біздерде. Ва худжрату мәктәби фит табақ әт-тәни, ал кабинет, худжрату мәктәб, яғни кабинет, екінші этажда. Ат-табақ этаж, әт-тәни екінші. Біздің басқа плейлистерде арабтардың сандары, реттік сандар, сағат, апта, ай, жыл, сағат айту сабақтар бар. Соны қарап алсаңыздар, тез үйреніп кетесіз. 3 сабақта барлық сандарға байланысты мәселелерді өтесіздер. Ва худжратул мәктәби фит табақи әт-тәни, кабинет екінші этажда. Ва фил мәдхали ашияу кәсира, яғни кіреберісте, коридор. Ашияун, нәрселер, заттар деген сөз. Шайун, ашия, заттар. Кәсиратун, көп заттар бар. Бусатун, яғни ковер, яғни палас деп айтсады болады. Ва миндадатун, үстел. Ва арикатун, кресла. Ва мақадун, яғни отырғыш. Ва курсиюн, яғни отырғыш. Мақад, яғни креслаға келеді. Арикатун, яғни мебель, яғни диванға келеді. Ва курсиюн, үстел. Келесі сөздермен қайталаймыз. Ва фи сақфи фурайя ва мисбахун. Ал енді сақф дегеніміз ол потолок, төбе. Төбеде не бар дейді? Фурайя, ол фурайя дегеніміз светильник, ва мисбахун, лампочка. Ва алал хаитой мир'атун ва раффун. Ал хаиту дегеніміз ол жар. Яғни жарда не бар дейді? Мир'атун, айна, және раффун дегеніміз полка бар. Алал миндадати захриятун кабира. Үстелдің үстінде үлкен гүл бар. Захриятун, гүл, кабиратун, үлкен. Ва алал раффи кутубун ва маджаллат ва жараит. Ва алал раффи, яғни полкын үстінде, ала дегеніміз үстінде. Полкын үстінде кутубун, кітаптар, яғни китабун, бір кітап, кутубун, бірнеше кітаптар. Ва маджаллатун, журналдар, яғни маджалла, бір, маджаллатун, көп журналдар. Жаридатун ва жараит, ол да газет, журнал, яғни маджаллат, жараит, газеттер. Яғни полкын үстінде көп кітаптар, журналдар және газеттер бар. Әл-калимату джадида, жаңа сөздер. Мәдхалун, кіреберіс, біздерсе коридор. Әл-мәдбаху, кухня. Әл-ямину, оң жақ. Әл-ясару, сол жақ. Ашияу, заттар, зат деген сөздер, заттар. Кәсиратун, көп. Арикатун, диван.
Ал-қираату оқу, ал-хаиту жар, раффун полка, бисатун жерге жаятын палас, кілем болсын, захриятун гүл, кабиратун үлкен, күтубун кітаптар, мәжәллату журналдар, жараиду газеттер, әс-сақфу төбе, ат-табақу этаж, әт-тәни екінші, әл-хаммам ванна, дәуретул-мия туалет. Келесі нун әрпінің үш харакатта келуі. На-ни-ну. Намирун, ниқабун, нуқудун. Түсінікті, оны білесіздер. Келесі нун әрпінің сөз басында, ортасында, соңында келуі. Намирун басында, жанубун оң жақ, оны білесіздер. Ортасында айнун және ұлынун сөздің басында, ортасында, соңында жазылуы. Келесі жаттығулары әт-тәдрибат, әт-тәдрибул аувал. Келесі сөздер оқып, жаттап, қолданамыз. Фил бейти мәдхалун. Үйде кіреберіс бар, яғни коридор бар. Фил мәдхали әшяу. Яғни кіреберісте заттар бар. Фил сақфи сурайя. Төбеде, потолокта светильник бар. Фил хақибати күтубун. Сумкеде кітаптар бар. Фил хадиқати шәжаратун. Бау-бақшада ағаш бар. Яғни фи қолданып, қай жерде қандай заттар бар екен үйренеміз. Соны өзіміз практикада соны жүзеге асырамыз. Енді келесі ала. Алал ямини худжратун. Ала дегеніміз үстінде не деген мағына. Оң жағында худжратун. Оң жақта бөлме бар. Алал ясари мәдбахун. Сол жақта кухня бар. Алал хаиты жарда мирәтун. Айна бар. Алал раффи полкада күтубын кітаптар бар. Алал миндадати захриятун. Үстелдің үстінде не бар? Гүлдер бар. Яғни фи, ала деген лам және сол харф жарлар келгенде бұларды харф жар деп атайды. Келесі өзінен кейін келетін сөз исм мажрур, яғни кәсрамен келеді. Кәсрамен келеді. Мысалы фил бейти, фил мәдхали, алал ямини, алал хаиты деп айтылады. Яғни дамма мен фатхамен айтуға рұқсат жоқ. Фил бейта, фил бейту деп айтуға болмайды. Фил бейти, алал ямини деп. Келесі жаттығу әт-тәдрибу ثани әкмел толықтыр. Мысалы фил бейти, фил сундуқи, фил мәктәбәти, фил табақ, фил шәрия, көше. Осылардың бары сөздер берілген, соны ана бос орынға қоямыз сәйкесінше. Мысалы күтубун кәсира, көп кітаптар бар. Қай жерде көп кітаптар бар? Фил мәктәбәти, яғни кітапханада. Фил мәктәбәти күтубун кәсира, дұрыс. Табаширун, борлар. Борлар қай жақта көп? Фил сундуқи, сандықта көп борлар бар. Сайярат, машиналар қай жақта? Фил шариғи сайяратун, көшеде машиналар бар. Дәл солай бүкіл бос орынға сәйкес сөздерді қоямыз. Келесі алал маидати, алал шәжарати, алал сарири, алал шаммаати деген сөздерді бос орындарға сәйкесінше қоямыз. Мысалы уисадатун ва баттаниятун, көпшік және көрпе қай жақта? Алал сарири, ненің үстінде, яғни ала деген үстінде. Яғни алал сарири, кроват диванның үстінде, уисадатун көпшік және баттания көрпе бар, дұрыс. Куррасатун ва китабун, дәптер және кітап қай жерде? Қай жерде болуы мүмкін? Алал маидати, жоқ, ол дастархан. Қай жерде болуы мүмкін? Алал шаммаати деп айтып көрейік. Жоқ, алал шамма ілгіште болмайды. Қай жерде? Яғни алал сарири деп айта салуға болады. Алал сарири куррасатун ва китабун, диванның үстінде дәптер мен кітаптар бар. Табақун ва мил'ақатун, тарелке және қасық. Алал маидати, үстелдің дастарханның басында тарелке және қасық бар. Усфурун, усфур қай жерде? Торғай. Алал шәжарати, ағаштың үстінде торғай. Саубун, көйлек, яғни киім. Алал шаммаати, ілгіште. Саубун. Түсінікті? Осы фи және ала харф жарларын қолданамыз. Келесі сөздерді менімен бірге оқып, қайталап жаттаймыз. Қалбун,
жүрек, кәлбун ит, мауқифун тұрақ, сиккенун пышақ, нуқудун ақша, кубун стакан, табақун тәрелке, самакун балық, сақфун төбе, бәкрун ол есім, адамның аты, сундуқун сандық, дикун әтеш, қираатун оқу, китабун кітап, қиф тоқта, кибрит шырпы, дәурақун яғни ол да стакан, ямсику ұстап жатыр, мақадун үстел, мактабун бұл да парта дегенге келеді, мақадун үстел, мактабун парта, қарибун жақын, кәбирун үлкен. Түсінікті, бұл сөздің бәрін білеміз, оқыған болатынбыз. Келесі сабақ әтірдибір рабия, төртінші жаттығу. Араб тілінде жеке, екілік және көпше түрде. Біздерде жеке және көпше түрлетін болса, единство множество, жеке және көп. Араб тілінде ондай үшеу, яғни жеке, екілік және көптік. Енді екілікті жасау үйренеміз. Екілікті жасау үшін оған әлиф және нун, ән деген сөзді қосамыз. Әлиф және нун. Мысалы, рожулун бір адам, екі адам, рожуляни екі адам. Яғни рожуляни. Рожулун ет, оған әлиф және нун қосқанда рожуляни болды. Фустанун бір көйлек, екі көйлек қалай? Фустанани. Дұрыс. Китабун қалай жасаймыз екі кітапта? Китабани. Китабани. Әлиф және нунды қосамыз. Табибун қалай болады? Табибани. Яғни табибун дегендегі танвин және вау оқылмайды. Оның орнына фатха келіп, әлиф және нун келеді. Содан екеу болады. Табибани. Мақадун кресла, екеу. Мақадани. Бейтун, бейтани. Түсінікті. Енді әйел тегінде мысалы қалай? Дәл солай әйел тегінде де әлиф және нунды қосамыз. Джеддатун бір әжей, екі әжей, джеддатани. Дұрыс. Шаукатун вилка, екі вилка, шаукатани. Келесі жаттығуларды өздеріңіз істейсіздер. Дәл солай жаңағыдай әлиф нун қосасыздар. Келесі бесінші жаттығу этаждар, яғни этажды айтып үйренеміз. Этаж айтып үйренеміз. Ат-табақул ауал бірінші этаж, соңынан бастаймыз. Ат-табақул ауал бірінші этаж, яғни этаж айтқанда бірінші этаж айтамыз, содан кейін сан айтамыз араб тілінде. Ат-табақ бірінші этаж, бірінші. Ат-табақу ат-тәни екінші этаж. Ат-табақу ат-тәлису үшінші этаж. Ат-табақу ар-рабиу төртінші этаж. Біздің басқа плейлистерде сандар, реттік сандар, сағаттар және апта, ай, күн, жылдарды айту, үйрену сабақтар бар. Соны қарап алсаңыздар болады. Келесі ат-табақу ал-хамису бесінші этаж. Ат-табақу ас-садису алтыншы этаж. Ат-табақу ас-сабиу жетінші этаж. Ат-табақу ас-самину сегіз. Ат-табақу ат-тасиу тоғыз. Ат-табақу ал-аширу 10. Ат-табақу ал-хадия 10. 11. Ал-хадия 10. 11. Түсінікті. Осыны жаттап, қайталап аламыз және біздің плейлистке қайтсаңыздар болады. Келесі жаттығу ат-тадрибус садис 6-шы жаттығу әжиб кама фил мисал. Мысалдағыдай жауап бер. Мысалы, айна хужратун наум, яғни спальный жатар ұйқы бөлме қайда деп жатып жатыр. Айна хужратун наум. Жауап береміз. Хужратун науми алал ямини. Спальный оң жағында. Оң жағында деп жауап береміз. Мысалы, бізден сұрайды, айнал мәлбаху, кухня қайда, ас бөлме? Біз қалай жауап береміз? Оң жағында десек, алал ямини, сол жағында десек, алал ясари. Немесе, екінші этажда деп айтсақ болады, бірінші этажда деп айтсақ болады. Фи табақы ал-ауал, ау фи табақы ас-сани деп екінші этажда айтуға болады. Яғни бірінші ал-мәлбаху, ас бөлме, алал ясари, сол жақта. Немесе алал ямини, оң жақта. Немесе әл-мәдбаху фи табақ ас-сани екінші этажда. Немесе әл-мәдбаху фи табақ ал-ауал кухня бірінші этажда. Түсінікті. Дәл солай айнал мир'ату, айнал кутубу вал маджаллат дегендерге сұрақтарға өзіміз жауап береміз. Бос орынға жазамыз. Келесі 7-ші жаттығу бос орынға көп нүктен орнына сәйкес сөз қоямыз. Мысалы, ала тұр және содан кейін кутубун умаджаллатун ва жараиду. Яғни кітаптар, журналдар, газеттер. Қай жақта? Аланин үстінде. Мысалы, алал миндадати үстелдің үстінде.
аля сарири диванның үстінде, аля мақаади креслоның үстінде, аля мәктәби, сондай сөздерді қоюға болады. Мысалы, аля екінші көп нүкте, мирәтун уараффун, айна және полка бар. Қай жерде? Жарда, алал хаитой, жарда, мирәтун уараффун, айна және полка бар. Дәл солай, иджарул бәйти әлфу риалин, үйдің арендасы 1000 реал. Айна, соны сөйлемді толықтыратын болсақ, қалай болады? Фиш шахри, бір айда үйдің арендасы 1000 реал. Түсінікті. Келесі төртінші, әлбәйту фи, үй, фи дейді. Содан кейін бос орын бар. Әл-мәчидил харами, яғни шәрия көшесі. Яғни ол шәрия көшесі. Фи шәрия мәчидил харами, үй харам мешітінің көшесінде деп қоямыз. Демек, жаңағы өткен сабақтар бойынша барлық білетін сөздеріміз, сәйкес сөздерді қойып, сөйлем құрастырып, соны практиковать етеміз. Кітап, кітап ссылкадан алып аласыздар. Келесі, әтадрибу сәмін, 8-ші жаттығу, әжиб мина сура. Суретке қарап, келесі сұрақтарға жауап береміз. Мән еджлису алал мәидати. Дастархан басында кім отыр? Мән дегеніміз кім? Сұрақ. Мән кім? Еджлису отыр. Алал мәида. Дастархан басында кім отыр? Жауап береміз. Суретке қарасақ, ер адам, әйел адам отыр. Әкесі, шешесі. Әл-абу вәл-умму еджлисани алал мәидати. Яғни, әке мен шеше екеуі дастархан басында отыр. Немесе еджлису, яғни еджлису деп етістіктің өзін алып, бірінші соны қоямыз, еджлису. Содан кейін әл-абу вәл-умму, әке және шеше алал мәидати, еджлису әл-абу вәл-умму алал мәидати деп жауап береміз. Әйне тәджлисул умму. Анамыз, ана қай жерде отыр? Мамасы қайда отыр? Яғни қай жерде отыр? Дастархан басында отыр. Яғни тәджлису умму алал мәидати. Түсінікті. Мән юмсику шауката. Вилканы кім ұстап жатыр? Яғни жазамыз юмсику әл-абу, әке, әш-шауката. Әш-шауката. Әш-шауката деп айтамыз, өткен маф'улун бихи, ол әлде де келеді. Түсінікті. Мән юмсику сиккина. Пышақты кім ұстап жатыр? Қараймыз. Пышақты әйел адам ұстап отыр. Демек, мамасы. Тумсику деп айтамыз. Әйел адам болғаннан кейін тумсику, оны сарфтан өтеміз әлде де. Егер ер адам болса юмсику, әйел адам болатын болса тумсику, әйел тегінде. Тумсику әл-умму, әйел адам, мамасы. Әс-сиккина, тумсикул умму әс-сиккина, мама пышақ ұстап жатыр. Кәм буртуқалатын фит-табақи, тәрелкеде қанша апельсин бар? Апельсин 3. Демек, не деп жазамыз? Қалай жауап береміз? Фит-табақи, тәрелкеде 3 буртуқалат. Яғни көпше түрде жауап береміз. Апельсиндер, яғни тәрелкеде 3 апельсин бар деген сөз. Хәл алал мәидати дәурақун. Үстелдің үстінде, дастархан басында стакан бар ма? Иә, бар. Демек, алал мәидати дәурақун деп жауап береміз. Дәл солай бос орындарға өзіміз жауап береміз. Келесі жаттығу, әтадрибу тәсиқ, 9-шы жаттығу. Суреттерге қарап, сол жағындағы суреттерге қарап, сөйлем құрастырамыз. Мысалы, бірінші, әл-мударрису әмәмі саббурати. Мұғалім тақтаның алдында. Дұрыс. Енді келесі суретте мұғалім қай жерде тұр? Артында, үстелдің артында. Яғни әл-мударрису вара'a, артында ненің? Әл-мәктәби. Яғни әл-мәктәби, әл-мударрису варa'ал мәктәби деп жауап беруге болады. Келесі суретте сол жағында, үстелдің сол жағында, партаның сол жағында тұр мұғалім. Әл-мударрису ясар әл-мәктәби, сол жағында тұр мұғалім. Енді үстінде, мұғалімнің үстінде суретте лампочка тұр. Не деп жазамыз? Әл-мисбаху, лампочка, фоуқа, үстінде, әл-мударрис, яғни әл-мисбаху фоуқыл мударриси. Лампочка мұғалімнің үстінде. Түсінікті. Келесі жаттығу әт-тадрибул ашар. Келесі сөздерді оқимыз, жаттаймыз, қайталаймыз. Бірнеше рет қайталап, практикалап етеміз.
Әл-бейту фи шари әл-мәсҗидил харам. Үй мешіт, харам мешітінің көшесінде. Әл-хаиты мир'атун. Жарда айна бар. Әл-мәсҗиду қарибун минас-суқ. Мешіт базарға жақын. Фил-мәдхали әшияу кәсиратун. Кіреберісте көп заттар бар. Ад-дабиту фил-матар. Полицей аэропортта. Әл-бейту баидун анил мәсҗиди. Үй мешіттен алыс. Яқифул усфуру аля шәҗәрәти. Яқифу дегеніміз тұр. Яғни яқифу вақафа яқифу. Яқифул усфуру тұрғай ағаштың үстінде тұр. Түсінікті. Бұл сөйлемдерді бәрін жазып қайта қайталаймыз. Негізінде көп практика, көп қайталау арқылы біздер көп сөздерді жаттап қолданып кете аламыз. Келесі жаттығу әт-тадрибул хади ашар. 11-ші жаттығу. Келесі сөздер берілген. Біздерде мысалы сол жағына қараңыз. Мәдхал, көкпен мәдхал. Яғни кіреберіс деп жазылып тұр. Ал оң жағында дәл, ха, мим, ләм бөлек сөздермен белгіленген. Сол сөздерден біз өзімізге белгілі сөзді құрастырамыз. Мысалы, ра, я, қаф, бә сөзі бар. Қандай сөз екенін біздер өзіміз енді қараймыз. Қандай сөз бұл? Қандай сөз өттік? Біздер жақын. Яғни жақын деген қалай болады? Қарибун. Яғни қарибун. Түсінікті. Келесі каф, нун, алиф және мим. Қандай сөз құрастыраламыз бұл әріптерден? Мәкәнун. Орын. Дұрыс, мим, каф, алиф және нун. Мәкәнун. Келесі та, каф сукунмен, мим және бә. Қандай сөз? Мәктабун. Мәктабун. Дұрыс. Келесі ра, алиф, шин және айн. Қандай сөз? Шариун. Дұрыс. Келесі ха, та, мим және бә әріптер тұр. Қандай сөзді біз құрастырамыз бұл жерде? Кім айтады? Әлбетте кухня. Мәдбах. Мәдбахун. Түсінікті. Келесі жаттығу әт-тадрибу сәни ашыр. 12-ші жаттығу. Келесі сөздерді оқимыз, жаттаймыз және сөйлем құрастыруға тырысамыз. Мысал қараңыздар. Саббуратун, мақадун, массахатун, мактабатун. Барлығы өткен сөздер. Тек соны қайттан өзімізге жаңағыдай қайталау арқылы. Біз өткен сабақтағы сөздердің барлығын қайталаймыз, яғни ұмытып қалмау үшін. Махаттатун, яғни остановка. Саллажатун, холодильник, яакулу жеп жатыр. Саджадатун, яғни жерге төсеніш. Хаммалун, грузчик. Маузун, банан. Сурайя, светильник. Сиккинун, пышақ. Шаукатун, вилка. Саббуратун. Енді бұған жаңағыдай мына сөздерді жап шығуға болады. Яғни осы жаттығу сондай. Саббуратунды жазамыз, жанында саббуратун деп көп нүктенің орнына жазамыз. Мақадун, сол мақадунды жазамыз. Махаттатун дәл солай жазамыз. Яғни бұны бірнеше рет қайталап жазып сөйлем құрастырамыз бұл жаттығуда. Келесі әт-тадрибу сәлис ашыр. 13-ші жаттығу. Бұл жерде біз накира және ма'рифа, белгілі және белгісіз, яғни ағылшын тілінде the деп айтады ғой. Мысалы the hotel, гостиница, яғни белгілі бір гостиница айтылады. Hotel десе просто жай. Яғни белгілі және белгісіз. Мысалы саббуратун деп айтсақ, біз жай тақтаны айтып отырық. Саббуратун. Ешқандай бір белгілі бір тақтаны мақсат қылып жатқан жоқпыз. Жаңағы бір заттың аты ғана ол. Егер де біз ас-саббурату деп айтатын болсақ, ол белгілі бір тақта туралы айтып отырық. Немесе ол біздің алдымызда тұр, немесе біз оны көріп тұрық, немесе оны ол туралы айтылған болса, немесе көрсетіп отырсақ, онда біз алиф ләммен айтып отырамыз. Ас-саббурату деп айтамыз. Бірақ накирадан ма'рифа өту үшін оған алиф ләмді қосамыз және сөздің соңындағы ун тануинін, яғни саббуратун дегендегі унды тануин оқымаймыз, даммасы қалады. Яғни ас-саббурату болып қалады. Саббуратун, ас-саббурату. Түсінікті. Дарражатун, ад-дарражату. Түсінікті. Захриятун, аз-захрияту. Түсінікті. Ол бірінші, ол қайталау ретінде, бірақ тағы да мына жерде қағида бар. Біздер шәмсия және әл-қамария әріптері бар. Әш-шәмсия, әл-қамария әріптері. Яғни, мысалы, келесі сөздерге, мысалы, әріптер келсе, син, дәл, зәл, шин, фә, нун, ра әріптер келген кезде, біздер әлиф ләмді қосқан кезде, ол әл-сабура болмайды, келесі әріптермен
қосылып кетеді. Әс-саббурату, дарражатун, әд-дарражату, шәмсия әріптер деп аталады сондықтан. Мысалы, захриятун, әл-захрия емес, әз-захрияту, шәммаатун емес, әш-шәммаату деп айтылады. Саллажатун, әс-саллажату, намирун, ән-намиру, ражулун, ар-ражулу. Келесі сөздер басында осы әріптер келетін болса, мына жерде бәрі мысалдармен келтіріліп тұр. Онда ол шәмсия әріптері, сол әріп екі есе, жаңағыдай екі күшейтілген түрде екі әріп секілді айтылады. Яғни ләмі айтылмайды, әл дегенде сукун айтылмайды. Әл-саббура деп айтылмайды, әс-саббура син болса, дәл болса, әл-дарражату емес, әд-дарражату болады. Енді әл-қамария сол жақ бағанадағы да, ол да керісінше, яғни әлиф ләм қосқан кезде ләм сукунмен оқимыз. Қаламун, әл-қаламу, әл-қаламу. Ақ-қаламу деп айтылмайды, әл-қаламу. Куррасатун, әл-куррасату. Мударрисун, әл-мударрису. Ядун, әл-яду. Усратун, әл-усрату. Фәмун, әл-фәму. Хаитун, әл-хаиту. Түсінікті. Ол жаңағы мына сөздердегі келген бірінші әріптер. Қаф, каф, мим, я, хамза, фә, ха әріптері. Демек, бұл сөз әріптерді жаттап аламыз. Бірақ негізінде жалпы араб тілін оқып үйренген кезде, кейін сіз оқып жатқан кезде, ол адамның бір түйсік па сондай пайда болады, адамды көп оқығаннан кейін. Мысалы, кейесте сіз оқыңыз келсе, әл-сабурату деп айтылу жалпы тілге қиын. Ауызға айтылғанда да қиын. Ақ-қаламу деп те айтылу қиын. Сондықтан негіз араб тілінің бір сондай бір қызық несі бар, ғажап. Жаңа ауызға жеңіл қылып айтылатын нәрсе қағидаға да сәйкес келеді. Мысалы, әл-сабурату қиын, әс-сабурату, әл-дарражатун, әд-дарражату. Ақ-қаламу деп айтылмайды, әл-қаламу. Әк-куррасату айтылмайды, әл-куррасату. Демек, ол жай-жай практикамен көп оққан кезде ол өзімен ол өзі сөйтіп үйреніп кетесіздер оны. Одан қорқудың, ешқандай шатысудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Келесі жаттығу уктуб хадихил джумла. Яғни тағы да мына қайтайық. Бұл жерден біздер әш-шәмсия, әл-қамария әріптерін өттік. Яғни алиф ләм кіріп, есімге кіріп, ол жаңағыда келесі әріпке айналып кетіп жатса, оны әш-шәмсия әріптері. Ал енді алиф ләм кіріп сукунмен оқыса, әл-қамария әріптері. Және накира мa'рифаны өттік. Алиф ләм салған кезде қалай түрленеді? Белгілі және белгісіз болып кететіні. Тануинді алып тастаймыз, алиф ләмді саламыз. Түсінікті. Келесі жаттығу тәдриб ар-раби ашар, 14-ші жаттығу уктуб хадихил джумла алар-рафи күтубун умаджаллатун ва жараиду. Полканың үстінде кітаптар, журналдар және газеттер бар. Осы сөйлемді біз жазып шығамыз. Және өзімізге белгілі сөйлемдер өзіміз қарастырып, осы бос көп нүктенің орнына жазсақ болады.